Переменная деген нәрсені біз негізі кішкентай кезімізден бәріміз өте жақсы білеміз. Бірақтан бұл нәрсенің аты переменная екенін білмеуіміз мүмкін. Мысалы бізге мынандай x тең 1 деген нәрсе берілсе, кейін x қаншаға тең деп сұраса, біздің жауабымыз 1 болады. Дұрыс па? Енді бұл жерде біздің мынау x ол біздің переменная. Ал 1 ол бұл переменнаяның мәні. Енді мынау x қаншаға тең деген сұрақты біз x деген переменнаяның мәні қандай деп сұрасақ та болады. Переменнаяның аты обязательно x болуы міндетті емес. Мысалы, y деген переменная болуы мүмкін, z, болмаса алма деген переменная да болуы мүмкін. Ол переменнаяның атын қалай қойсақ та, ол өзіміздің еркіміз. Тағы да переменнаяның мәні қалай жазылса да, мысалы 3 тең 5-тің 2 дәрежесі деп осылай жазылса да, көбейту не жазсақ та ең соңында біз переменнаяның мәні бір ғана нәрсе болу керек. Мысалы біз y тең 5 және y тең 1 деп жазамаймыз. Себебі бір переменнаяның бір ғана мәні болады. Тағы да біз мысалы x тең 1 деген переменная болса, кейін y тең 2 деген болса, біз бұл переменналарды z деген переменнаяның мәні x плюс y деп осылай жазсақ та болады. Бұл жерде z деген переменнаяның мәні 3 болады. Енді переменнаялардың мәні обязательно цифра болуы да міндетті емес, обязательно сан болу міндетті емес. Мысалы, x деген переменнаяның мәні алма болуы мүмкін. Болмаса, a деген переменнаяның мәні сары доп болуы мүмкін. Болмаса, b деген переменнаяның мәні мынандай қызыл төртбұрыш болуы мүмкін. Переменныйға қандай мән берсекті, ол өзіміздің еркіміз. Енді мысалы бізде мынандай сұрақ. X деген переменная 1, кейін x деген переменная 3, и x деген переменная 5 деп жазылса, кейін x деген переменнаяның мәні қандай? Бұл жерде x деген переменнаяның мәні, кешіріңіздер, x деген переменнаяның мәні 5 болады. Неге? Себебі біздің x-ке берген ең соңғы мәніміз ол 5. Бізге разница жоқ, бұның алдында x 3 болды ма, 1 болды ма, немесе x қызыл төртбұрыш болды ма, сары доп болды ма, разница жоқ. Бізге ең маңыздысы ол x-қа берілген ең соңғы мән. Бұны бұлай иллюстрация жөнінде көрсету үшін, мысалы біз мынандай нені елестетіп көріңіздер, мынандай стрелканы елестетіп көріңіздер. Бұл стрелка бізде басында мынандай қызыл төртбұрышқа қарап тұр деп елестетейік. Одан кейін бізге оның жанына мынандай көк үшбұрыш келді. Енді біз мынау бағанағы стрелканы бұл қызыл төртбұрыштан мына көк үшбұрышқа апардық. Демек, стрелканың қазіргі мәні ол көк үшбұрыш. Оның алдында стрелканың мәні қызыл төртбұрыш болды ма, болмаса мынандай сары домалақ болды ма, не болды, болмаса сан болды ма, разница жоқ. Бізге керегі ол стрелканың қазіргі мәні. Мысалы, мынау қазіргі мәні көк үшбұрыш болып тұрса, біз бұны мынау сары домалаққа апарсақ, енді стрелканың мәні сары домалақ болады. Демек, переменная деген не? Переменная деген
переменная деген ол өзіндік бір аты бар, біріншіден өзінің аты бар, дұрыс па? X, Y болмаса алма не деп қойсақ та, әр переменныяның өзінің аты бар. Және екіншіден өзінің мәні бар нәрсе. Java тілінде бізде бұл екі нәрседен бөлек тағы әр переменныяның өзінің типі бар. Және Java'да негізінде мәні жоқ переменныйлар да бар, бірақтан оны кейін көретін боласыздар. Java'дағы переменныйлардың типтері жайлы біз ендігі сабақтарда көретін боламыз.